Саламатсыздар, көрермендер, эфирде халық кәсібі бағдарламасы. Өздеріңізден мен Айнар Мейрамбайқызы. Бүгінгі біздің қонағымыз Вегас орталығының негізін қалаушысы Жамбыл Удеров. Бағдарламамызға қош келдіңіз. Жамбыл, жалпы неліктен Вегас орталығын ашуды көздедіңіз? Неге басқа сала емес? Жалпы бұл салаға келуім себебі біріншіден бұл қалай айтсақ болады, жаңағыдай совпадение деп айтамыз, сондай сияқты болуы мүмкін. Алғашында мен өзім бұл кәсіпке келуім себебі бір адамдардың бір себебімен келген болатынмын. Осы арқылы осы кәсіпті бастап, қазіргі уақытта осы кәсіптің айналасына жақсы зейін қойып жұмыстанудан. Бұған дейін қандай саламен айналыстыңыз? Бұған дейін ешқандай бизнес жасамаған болатынмын. Оның алдында оқуды бітіріп, келе сала осы бизнеспен жұмыстанған болатынмын. Неліктен Вегас не мағына береді, неге басқа атау емес? Неліктен Вегас деген бұл ең бірінші Вегас атауы, мысалы, халық арасында тез жаттанғы, тез әрі ойына тез айтылуы оңай. Сондай атты таңдаған болатын. Яғни қиындатпай, жаңағыдай белгілі өзімізге қаламыз бар, шетелден Лас-Вегас деген сияқты, соның Вегас атауын алдық. Осылай мағынасы жоқ, тек қаланың атын алған болатынбыз Вегас деп. Сол тек қойғанымыз ағылшынша, жаңағы латынша депті. Кеңейту, жалпы осы нені орталықты кеңейту сондай жоспарда бар ма? Жоспарға тоқталсақ? Әрине бар. Қазірде жаңа жобаларды қолға алып жатырмыз. Бұйырса, Алла қаласа, жақсы жобаларды іске асырам деген мақсатта жұмыстанудамын. Әрине бір орында тұрмау керек. Қарқынды жұмыс жасап, қанатымызды кеңге жайып жұмыс жасағымыз келеді, әрине. Осы идея қалай туындады сізге? Соны айтып кетіңізші. Бұдан басқа тағы да орталық бар, тамақтану орталығы бар. Екеуін қалай қатар алып жүрсіз? Жалпы әр саланың өзінің маманы болып, жалпы біліп жасаған дұрыс еді ғой. Жалпы мен өзім жеке кәсіби фотограф болғанмен, жалпы кафе жағынан, яғни сол бағытқа да өзімді сынап көріп жатырмын. Бастамасы жаман емес. Бірақ та кішкене минустар бар. Біз ол кемшіліктерді қолға алып, яғни сол арқылы жұмыстанудамыз. Қазір Аллаға шүкір жақсы дамып келе жатыр. Яғни айтады ғой, бизнеспен адам тек бір нәрде тоқтап қалмау керек. Екі ізденісте жүру керек, күнделікті, да? Сіз екеуіне қалай идеяны қайдан табасыз мысалға? Қазіргі таңда негізі интернет желісінде болсын, кітаптарда болсын, көп бұндай идеялар болсын, жаңағыдай мотивационный сөздермен, адам өзін шабыттандырумен, өзі ойланумен, өзіне уақыт бөлумен, өзін жаңағыдай алға алып шығып, көрсете білуі, ол жаңағыдай жұмысқа дейтін ынтасы арттырады, мысалы, адамдардың өзінің да. Сол арқылы адам өзін жоғары көрсетіп, жаңағыдай осы бизнеске керемет идея алып келу мүмкін, да, мысалы. Сол сияқты осылай мен өзімді осындай керемет жаңағыдай авторлардың сөздерімен шабыттанып, өзім осы бизнесті алып жүремін осылай, да. Басында халық қалай қабылдады, қалай өрбіді осы неңіз, кәсібіңіз? Басында енді бұл кәсіп жалпы қиындықтар болды, болмады деп айтпаймыз. Қиындықтар болды. Басында жақсы жұмыс жасап келе жатқан болатынмын. Аяқ астынан бизнестің көбісі айтады, жаңағыдай құлдырау болады деген сияқты. Сол менде де басымнан өтті. Бір уақыттар тоқтаған уақытым болды, бірақ мен жаңағыдай өзімді жаңағыдай шабыттандырып, өзімді жаңағыдай сондай сол өзімнің бизнесті ізденіп, сондай керемет жаңағыдай қыр-сырларын біліп, тоқтамай, осыдан құламай, жаңағыдай тезірек жүрсе екен деген мақсат ниетпен алға қойған мақсаттарымды соны тезірек жүзеге асырып, соның жаңағы қиыншылықтардың алдын алу шараларын өзім қалыптастырып, сол арқылы жоспар құрып, яғни сол арқылы жұмыстанып
осы сол қиыншылықтардың кейбіреулерінен шыққан болатынмын сондай. Бір сөзіңізде айтып қалып жатсыз ғой, ізденем, шабыт алам деп та. Кімдерді оқисыз, тренингтерге қатысасыз ба? Жалпы тренингке қатыспағанмын, қатыстым жалпы жақын арада, бірақ оның алдында бизнес бастаған кезде бізде ондай мүмкіндік болған жоқ. Қаламызға жаңағыдай келіп тренинг өткізетін адам болған жоқ. Қазіргі таңда ондай адамдар көп. Тренинг тегін сабақ өткізіп жатыр, онлайн курстар өткізіп жатыр. Жалпы Аманжол секілді, Қуаныш Шоңбай секілді, жаңағыдай Қуанышбек секілді ағаларымыз бар. Соларды оқып, жаңағыдай көптеген олардың жаңағыдай білімдерін пайдалану арқылы өз кәсібімен байланыстырып жеңіске жетуге болады ол жерде да. Мен қазір өзімнің, яғни бір ұстаз ұстам дейді, соның артынан ілестеп, мен жақыннан бастап осы Қуаныш Шоңбайдың осы кітаптарын, курстарын оқып келемін. Алда бұйырса керемет сабақтар болайын деп жатыр, соған қатысайын деп жатырмын. Үлкен көлемдегі бизнесмендермен жұмыс жасау, соған оқуға жаңағыдай кірісіп жатырмын. Жаңа айтып жатсыз ғой, тренингтер, нелер жалпы көмектеседі деп та, осы жастарға қалай кеңес бересіз? Бизнесін бастайын деп жүрген, және де қаншалықты мектептер бар ғой, осы қаншалықты пайдасы көп сондай мектептердің, кәсіпкерлік мектептер? Кәсіпкерлік мектептің оның пайдасы өте зор. Себебі ол жерде кәсіппен айналысқан адамдар, ол жерде көптеген қиыншылықтардан алдын ала жұмыс жасаған, басынан өткен қиыншылықтарды алдын ала айтып, сол жерде барлығын түсіндіріп айтады. Соны оқып, адам өзінің алдағы бизнесіне жаңағыдай қару ретінде пайдалануға болады, сол жаңа қиыншылықтарға. Мысалы, бизнес бастау ең бірінші адамның өзіне сенімділігі, құштарлығы, өзінің сүйіспеншілігі, сол жұмысқа деген сол арқылы жаңағыдай өзінің бизнесін ары қарай дамыту, жаңағыдай көркейту деген сияқты жаңа онлайн сабақтар, жаңағыдай курстар өте қатты әсер етеді. Сол сияқты жаңағыдай мысалы айтып отырық жаңа Қуаныш Шоңбай деп та, олардың жалпы оның курстары өте мысалы қатты бағаланып жатыр қазіргі таңда. Соларды оқуға жалпы жастарға кеңес беремін. Біздің қаламызда бәсекелестік бар ма? Сіздің ойыңызша? Бізде бәсекелестік бар, бірақ бәсекелестікті бізде дұрыс қолдана алмай жатыр. Себебі бәсекелестік дейтін мысалы жоғарғы қалаларды алып қалсақ, ол жақта бәсеке дейтін қатты дамып кеткен. Олар бізден қарағанда жалпы 2-3 есе деп айтуға қатты жұмыс жасауда. Біздер өзіміздің деңгейіміздегі мысалы бәсеке деп айтып қарағанда мысалы жай жұмыс жасаудамыз. Жаңағыдай өзіміздің жарнамамыз әлсіз болуынан мысалы өзіміздің жаңағыдай кәсібімізді дұрыс жарнамалау сондай сияқты сол жағынан деп айта аламын жалпы бәсеке. Жарнама деп айтып қалып жатсыз ғой. Әлеуметтік желімен қаншалықты жұмыс жасайсыз? Жалпы әлеуметтік желі қазір өте кең дамыған ғой жалпы. Сол әлеуметтік желіде қазір көптеген мысалы өзің бизнесіңді жаңағыдай тез дамытып, тез таратып, тез жаңағыдай ақша табуға болатын мүмкіндік көп бұрынғы кезге қарағанда мысалы. Мен қазір осы әлеуметтік желі арқылы өзімнің жұмыстарымды, өзімнің жетістіктерімді көрсетіп, өзіме жаңағыдай жоспар құрып, өзім клиенттерді өзім сол арқылы табыстап отырмын десек те болады. Кейде қоғам болғаннан кейін түрлі адамдарды кездестіреміз жалпы да. Кейбіреулері көре алады, кейбіреулері аяқтан шалады мысалға да. Сондай сөздер қаншалықты адамға әсерін тигізеді, әлде сіз ондайға мән бермейсіз ба? Жалпы басында бізде де болған ондай сенімсіздік, біреудің бізге айтатын сенімсіздігі, бизнесте осындай болады, көп бизнестер жабылып қалады деп айтты. Сондай сөздер адамды бір кішкене
әлсіздендіреді ғой кішкене, сондай сияқты бір ойлар кетеді арасында. Негізі басында болды ондай жаңағыдай кішкене бизнестің жаңағыдай құлап шалынып жатқан кезде сондай сөздер есіме түсіп, осы уақыт маған келді ма деген сияқты кездер болды. Бірақ мен өзім жаңағыдай айтып кеткенде, шабыттандырып, әкемнің өзі айтқан болатын, ешқашан құлама, сынба, тек қана алда ол бір бизнес жасайсың ба, соның алдын көрсет, ортасында жүрме деген сияқты да. Яғни бір бизнесіңді өзің жоғары көрсетсең, адамдар саған қарай келеді деген сияқты. Сол әр кезде әкем, отбасым маған қолдау көрсетіп отырды біріншіден. Екіншіден өзімнің сенімділігіммен, Аллаға шүкір, солай өзімді әлі күнге дейін алып келе жатырмын. Яғни мотивация әкеңіз береді сізге? Әкеңіз арқылы мотивация аласыз. Қазіргі таңда біздің қаламызда қандай кәсіп түрі жетіспейді сіздің ойыңызша, айтыңызшы. Бізде енді көп қой, дүкендер көп, тамақтану орталықтары да көбейіп жатыр қазір да. Күннен күнге өсіп жатыр десек те болады. Бірақ енді кіріс жоқ сияқты да, шығын көп бірақ. Сондай неге ұшырамау үшін қандай нелерді ашу керек қалаға, жастарға әсіресе? Жалпы қазір Жаңаөзен қаласы негізі кіші қала болып есептеледі былай. Бұл жерде мысалы қазіргі таңда кафе болсын, сұлулық салон болсын, көптеген бизнес, қалыңдық салон болсын, көп жалпы да. Көбін көріп жатырық, кім қалай жұмыстануда. Егер де адам қандай бір бизнес бастасын, бизнес бізге жетіспеуі бар, бірақ біздің менталитетке, яғни біздің Жаңаөзен аудиториясына келмейтін бизнестер де бар. Себебі біздің қаламыз кішкентай болғандықтан, ол жерде біз жаңағыдай ол бизнесті әкеліп жасай алмаймыз да, мысалы, халықтың аз болуынан, мысалы, мүмкін соған да байланысты болуы мүмкін. Бірақ егер де жасаймын деген адамға, ол яғни бизнесті дұрыстап жасаса, ол алып шығады деген ойдамын жалпы. Яғни қай бизнес түрі тапшы, қай сала дамымаған бізде? Дамымаған деп, мен бір бизнесті осылай дамымай тұр деп айта алмаймын, себебі оның қыр-сырын білмеймін. Жалпы өзім бизнесімде бізде фотоиндустрия дейміз ғой, жалпы фото саласында дамымай жатқан жерлер көп, мысалы. Бірақ біз жақта қатты бағаланбайды олай. Бізде бағаланатын қазіргі ақша алып келетін, ол той саласы болып келеді. Фото дейтін өнердің бір түрі, ол жалпы негізі өнердің бір түрі болғандықтан, ол жаңағыдай олмен де басқаша да табыс табуға болады, мысалы. Бірақ біздің осы Жаңаөзен қаласында ондай мүмкіншіліктер болмай тұр жалпы қазір. Енді фотоға түсіруде бір өнер деп жатсыз. Сіз енді бір емес екі орталықты ашып отырсыз да, одан бөлек тағы мына осы кішкентай балаларды сондайға үйрету, сондай бір мектеп ашу бар ма жоспарда? Жалпы негізі үйірме емес, алда уақытта өзімнің жеке сабақтарымды өткізгім келеді, яғни мастер-класс дейміз. Сабақтарымды жалпы жоспарлап жатырық уже. Жалпы осы салаға жүргеніме 4 жыл болды. Білгенді үйретіп, солай бастағым келеді. Жалпы сұраныс қазір өте көп, үйретші деп жүргендер. Сол сияқты жаңағы онлайн деген мастер-класстар болады, сол сияқты кәдімгі сондай. Қаламызда онлайн, офлайн бизнес түрлері қаншалықты дамыған. Сосын және де онлайн бизнесі ол қалай адамға әсер етеді жалпы, оның пайдасы қандай? Жалпы қателеспесем, онлайн дейтін бізге осы 1-2 жылдықта келді, 1-2 жылдықта қатты дамып жатыр. Офлайн деген ол қалады ол. Ол да ескілер деп айтуға болады, ескі адамдар жұмыс жасауы мүмкін. Яғни ескі адамдар үлкен кісілер болуы мүмкін, мысалы интернетке көп кірмейтін, сондай сияқты. Онлайнда бізде дейтін қазір дейтін 2-3 жылдың ішінде бәрі онлайнға толық 90% ауысуы мүмкін деп ойлаймын. Себебі қазіргінің өзінде барлығы онлайн арқылы жұмыс жасауда, бәрінің көзі жетуде, түсінбей жатқандар жаймен түсінуде, ал түсініп кеткендер олар қазір жақсы табыс табуда.
сол сияқты бізде жалпы қаламызда жалпы жақсы дамып келе жатыр онлайн дейді. Адам бойындағына қасиеттер бар ғой, кер тартпа біздің бойымызда. Ерініп қаламыз кейде бір ортадан жалығып, шаршап кететін кездер болады. Сондай кезде адам қалай шығады сондай ситуациядан? Кейде депрессияға түсіп кетеді мысалға да, сондай. Қандай кеңес бересіз сондай нелерге? Жалпы менің өзім кәсіби фотограф болғанымен басқа да өте проектілерім көп, ойланатын проекттерім көп. Сол сияқты кейде осы жұмыстардан шаршаған жағдайда, жалыққан жағдайда мен жаңағыдай басқа қалаларға бару арқылы өзіме шабыттандырып, жаңағыдай өзімді мотивация алып деген сияқты сондай жаңағыдай басқа қалаларды, елдерді көру арқылы жаңа идеямен осы қалаға келіп, соны қолға алып, сол арқылы жаңа идеямен жұмыс жасап, өзімді сондай жақтардан сынап көрем. Бизнестің жалпы жалықтыратын кездерде болады, болмайды емес, шаршайсың, жаңағыдай дұрыс жұмыс жасамай, алға баспайды, бір орында тұрып қалу, бәрі болады. Сондықтан жаңағыдай басқа қалаларға шығу арқылы мен өзімді осындай кезеңдерден алып шығамын. Яғни, жалпы кәсіпкер адам қандай болу керек сіздің ойыңызша? Кәсіпкер адам ең бірінші ерте ұйықтау керек деп ойлаймын. Ерте ұйықтау керек, ерте тұру керек, уақытыңды дұрыстап үнемдеу керек. Уақыт жоқ дейтін қазір заманда бәрі айтады, уақыт жоқ, уақыт бар, уақытты дұрыстап, бірақ үнемдеу керек оны, үнемдей білу керек. Егер де сол уақытты үнемдесеңіз, барлық жерде успешный болады дейді. Сәтті болып жүресің, әр күніңді әсеммен өткізесің, жаңағыдай өз уақытыңмен жоспар дейміз ғой. Мен қазір өзім жоспармен солай істеймін, жұмыстанам, алға қоям, күнделікті өзім күнтізбе тәртіп арқылы жұмыстанам. Әр өзінің шаруаға уақыт бөлінеді, сол арқылы жаңағыдай күнімді солай тез әрі көңілді қылып өткіземін. Адамдар қай кәсіптерін бастағысы келерін білмейді да, мысалы анаған барады. Сондай кезде қазір мемлекет тарапынан қолдау көп қой бізде, әлде жоқ деп ойлайсыз ба? Жалпы естуімше жас проект атты осы не пайда болды, проект. Негізі ол мемлекет тарапынан үлкен көмек, миллион теңгемен керемет бизнес бастауға. Біздің кезімізде ондай болмағаны өкінішті. Жалпы бастап жатқан жастарға ол керемет мүмкіндік, ол мемлекеттің атынан үлкен сыйлық деп айтуға болады, жаңағыдай жас кәсіпкерлер, бастап жатқан кәсіпкерлерге. Жалпы қандай кәсіппен айналысам деген сұрағыңызға, жалпы адам өзінің ең бірінші өмірде өзін табу керек, өзін табу арқылы өзіне ұнайтын іспен айналыс дейді ғой. Сол сияқты өзімен айналысқан іспен айналысып, жаңағыдай осындай бір осы жұмысты сүйіп жасам, осы арқылы шабыт алам деген сияқты сондай оймен жасау керек. Біреу жасап жатыр, осы ақша алып келіп жатыр деп олай жасау дұрыс емес деп ойлаймын. Себебі әркімнің өзінің несібесі бар. Сол сияқты, мысалы, әркімнің өзінің сүйікті ісімен айналысса, ол ешқашан жаңағыдай қолдаушылыққа алып келмейді. Кәсіпкерлер айтады, біздің тұтынушыларымыз кейде азайып кетті, мысалға да, осындай болып қалды дейді. Тұтынушылармен қалай жұмыс жасау керек адам? Клиенттермен бір сөзбен айтқанда. Біздер той саласында жүреміз. Той саласында жазды күндері бізде өте көп болады. Ал қысты күндері жаңағыдай бізде аз болады. Ондай кезде бізде оны алдын ала алам. Мысалы, біздер қысты күні қандай қосымша табыспен өзімізді алып шығуға да. Ондай әр салада болады, мысалы, жаңағы қалыңдық, сұлулық салоны деген сияқты. Ол кезде адам өзіне жоспар құру керек, жоспар арқылы жаңағыдай өзінің алдына жаңағыдай сезон деп айтамыз ғой, не сезонное времяда адам өзін алып шығу үшін жоспары болу керек, бір белгілі осы уақыт аралығында осындай тапсырмалармен осындай жұмыс жасаймын. Сондай бір қиын кезеңдер болған кезде төтеп беру жоспары болу керек деп ойлаймын. Жастарға бір кеңесіңізбен бөлісіп кетсеңіз, қандай не айтасыз жастарға?
жалпы енді жастарға айтарым, қазіргі кезде енді жаңағыда айтып кеттік, мана қазір мүмкіндік өте көп, бизнестің түрі көп, адам бизнес бастау үшін оған қаражат, мысалы, қаражаттың өзі де керек емес негізі. Қаражатсыз да бизнес бастауға болады. Егер де адам дұрыс ойланып, ойлау қабілетін өзін жоғары бағалап, сол арқылы жаңағыдай адам өзін жаңағыдай басын жасатса жасайды деген сияқты ғой. Сол сияқты жаңағыдай сондай мақсатпен адам жұмыстанса, ол өзін дейтін керемет жерлерден көрсете алады. Қазір айтып отырғандай жаңағыдай онлайн сабақтар, курстар өте көп, соларды оқып, солармен танысып, жаңағыдай мақсат қойып, мансап қойып, сол арқылы жоспар құрып, сол арқылы табыс көзін жеткіземін, мен осындай шыңдарды бағындырамын деген адамда мақсат болса, ол кез келген жерде жаңағыдай өзінің күш қуатымен көп жерде өзін алып шыға алады деп ойлаймын. Жамбыл, жалпы адам мысалға кәсібін ашады ғой, сол кезде ақша көп түсіп бастайды. Мысалға басында табыс күшті болады да, одан кейін сол ақшаны қалай үнемдеу керек? Адам қалай бай болады мысалға? Сол айтсаңыз. Жалпы орынды сұрақ бұл да. Негізі адам бизнес бастағанда барлығы жақсы болады, реклама жақсы болады, сұраныс та көп болады, болмайды емес. Сол кезде адам ақшасын үнемдеу жайлы, бұл жалпы үнемдеу керек. Біріншіден, не үшін үнемдеу керек? Ол себебі басында кез келген кәсіп ашылса, ол жақсы жүреді. Сол кездегі адам кәсіпті тапқан табысын, ол келесі алда жоспарына дайындау керек, сол ақшалай, қаржылай. Себебі ода қиыншылық болуы мүмкін. Сол арқылы адам өзінде жаңағыдай жаңа жобаға дайындау мүмкін, жаңа өзінің кәсіпті ары қарай дамытқысы келсе, сол сияқты сол арқылы үнемдеп, жаңа дұрыс пайдалана білу дейді. Мысалы, кәсіпте дейтін айтады ғой, мелочтан да көп ақша табасыз деп та, егер үнемдесеңіз да, соған қатты мән беру керек. Жай, мысалы, бізде кәсіптерімізде, мысалы, өзіміздің фотосалонымыздың өзімізде, бізде мелочь ақшамен дейді, сондаймен жұмыс жасалады да, мысалы, бірақ мен біздетін көп пайда табыс табамыз, мысалы, сол арқылы. Яғни копия деген сияқты 3-4 документальный суреттер шығару арқылы біз көптеген, мысалы, жұмысшыларымыздың айлықтарын жауып отырамыз сол арқылы да. Сол арқылы аренда төлей аламыз, сол сияқты керемет осындай дұрыс шашпау керек. Шама келгенше жаңағыдай айтып отыр ғой, бизнес жоспар дейді, соны дұрыс құра білу, соны дұрыс пайдалана білу, сол нақты болу, сол арқылы жұмыс жасау арқылы сол арқылы табысқа жетесің да. Енді кәсіп ашқанда кез келген адам айтады, 2 жыл болмаса 3 жыл қиындық болады дейді да, одан ары қарай кәсіп дамып кетуі мүмкін дейді. Бұл қаншалықты рас? Жалпы мен өз басымнан оқиға болды ондай жағдайлар, бірақ 2-3 жыл демейін. Мүмкін кейбір адамдарда болуы мүмкін ондай жағдайда. Себебі оның жаңағыдай көптеген маркетинг жақтары слабы болуы мүмкін. Дұрыс құрылмауы, сол сияқты, дұрыс адамдардың жұмыс жасамауы, сондай сияқты болуы мүмкін. Менде де басында болды, ондай басында жақсы жүрді. Бір кездері жұмыстың тоқталуы басталып сезінгендей болдым. Бірақ ол кезде мен жаңа жоспар құрғанмын. Жаңа жоспар арқылы мен өзімді жаңа бағытта сынап көрген болатынмын. Сол бағыт мені алға қарай алып шықты. Сол жалпы бәрін алдын алып отыру керек деп ойлаймын. Сол арқылы жаңағыдай алдын алу ол адамды құлдыратпауға алып келеді. Сіз бір сөзіңізде айтып қалдыңыз, қазір жастарға көп мүмкіндік болып жатыр, оқулар бар деп мысалға да. Менің кезімде ондай болған жоқ деп айттыңыз бір сөзіңізде. Сонда атамекен кәсіпкерлер палатасына барып көрмедіңіз ба осы күнге дейін? Жалпы басында бизнес бастағанда менде қалай айтсам болады, жаңағыдай көзіміз ондай қатты ондай
кеңінен көрген жоқ, сөздің шыны мойындай аламын. Тек қана өзіміз дамып, өзіміз жетілеміз деп ойладық. Өмірдің тәжірибесі бізді үйретеді деген мақсатпен жүрдік. Ол негізі қате пікір. Біреудің жетегінен ұстамасаң, алысқа бармайсың деген сияқты да. Сондықтан біздер әр кәсіп болсын, алдында тұрған сенен адам өзін бір көздеген адам болады, жаңағыдай соның бағытымен жұмыстанам деген сияқты. Ол өте дұрыс, орынды. Сол арқылы соның қайталаған заттарын қайталап жұмыстансақ, ол жетістікке жетесің. Ал егерде сен өзің ойыңмен, өзің жоспарыңмен жаңағыдай жұмыстанатын болсаң, ол жаңағыдай басқа бағытқа бұрылып кетуі мүмкінсің да. Сондықтан сондай алдын алу керек, соның бәрін оны да қарау керек. Қазіргі таңда енді айтып жатсыз, енді шынымен де көп қой тренингтер өткізетін кәсіпкерлер мысалға да өз ісін алға басып кеткен. Сіз өзіңіз алдағы уақытта бір қаламызға белгілі бір үлкен кәсіпкерлердің бірі боласыз, бұйырса дейік та. Сол кезде бір осындай тренингтер өткізу бар ма жоспарда өзіңізде? Жалпы мен негізі фото саласында жүрмін қазір өзім. Негізі өзіме ұнайтын екінші бір салада бар. Ол жаңа блогер болу дейді қазір. Блогердің бізде қалада жоқ деп те айтуға болады жалпы. Бізде блогер дейтін адамдар өте қатты дұрыс түсінбей жатыр да. Блогер дегенде ол жаңағыдай инстаграмға шығып, жаңағыдай сөйлеу емес, ол жерде көптеген ақпарат жеткізу, халыққа тиімді ақпарат, халыққа көмектесу, жаңағыдай әкімшіліктен күтпей өзің жасау деген сияқты сондай керемет бір өзімнің жоспарым бар алдағы уақытта. Ол 5-6 жылдан болуы мүмкін. Көздеп жүрмін, әлі де сол бағыт бойынша адамдарды қарап жүрмін. Жаймен оны қалыптастыру жалпы ойымда бар. Әзірше қазір фото саласында жүргенден, бірақ оны алып жүру өте қиын. Негізі сіз айтып жатсыз ғой, әр саланы мен дамытқым келеді деп та, тамақтану орталығында ашып жатсыз. Оның барлығына қалай үлгересіз, қалай ізденесіз сіз мысалға? Бір бағытты ұстаудың өзі қазір қиын. Иә, дұрыс айтасыз. Жалпы әрбір саланың маманы болған дұрыс. Мысалы, мен кәсіп бастаған кезде бәрін өзім жасап жүрдім. Ол негізі дұрыс емес. Өзіңді дамуға ол кері әсер етеді. Өзің жұмыстану. Өзің қол астыңа жұмыс жасатып, үстінен қарайтын болсаң, ол көркеюге өте үлесін қосады. Мысалы, қазіргі уақытта менде өзімде фото салонымызда мысалы жеке бөлім бар ол жерде, мысалы дизайнер бар, фотограф бар, көмекші фотограф, монтажер бар, жаңағыдай картина бөлімі бар. Сол сияқты әр саланың өзінің жауапты қызметшілері бар. Сол арқылы біз бір ұйым болып саналып, осылай керемет жетістіктерді бағындыра аламыз деп ойлаймыз. Сол арқылы мысалы кафе саласында, яғни ресторатор дейміз, ресторатор сондай ол жақта да өзінің маманы бар, әр заттың повары бар деген сияқты, әркім өзінің жаңағыдай сондай маман тағайындалынған. Сол арқылы жалпы үстінен қарау арқылы солай жетілдіріп келемін осы кәсіпті жалпы. Жамбыл, осылай уақытыңызды бөліп, бізге бар білгеніңізбен сұхбаттасқаныңызға көп рахмет. Алдағы уақытта сізге шығармашылығыңызға табыс тілейміз. Қашанда біздің қаламыздың атын шығарып, биікке көтере беріңіз дегіміз келеді. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі жүздескенше сау болыңыздар.